Алла тағаланың панасында тұрған адам, құдіретінен саясынан табады тыным. Мен жаратқан еге былай дейтін болам, бас сауғалайтын пана мәні құрғаным. Сенімімді саған артам, уа Құдайым. Хақ тағала сенің зұлымның тұзағынан, әрі жойқын обадан сақтайды аман. Сені өзіңнің қанатыңмен жауып алады, қалқан мен қамалың оның адалдығы. Осылай өмірің қауіп қатерсіз болады. Түнде сен қара түне қорқынышынан, күндізде қорықпайсың жау оғынан, сескенбейсің түнгінде аурудан, хам тал түсте басыңа түскен апаттан. Қасыңда мыңдағалар қаза тапса, оң жағында мыңдап қырылғанда, саған зақым жақындай алмайды да. Тек болып жатқанды көріп тұрасың, зұлымдардың жазаланғанын ұғасың. Сен жаратқанға сенім артып келесің, Алла тағаланы панаң етесің. Басыңа енді жамандық түспейді, үйіңе ешбір апат та төнбейді. Періштелеріне ол сен жайлы бұйрық береді. Қай жолмен жүрсең де, олар сені қорғап күзетеді. Сен аяғыңды тасқа соғып алмауың үшін, қолдарына көтеріп сені алып жүреді. Жарыс арыстан мен оқ жыланды аяқпен таптайсың, үлкен арыстан мен абжыланды шаншып тастайсың, себебі жаратқан ие былай деп айтқан. Өзімді сүйгенді мен құтқарып аламын, өзімді мойындағанды қорғайтын боламын. Ол маған сенғанда құлақ саламын, азап шеккен кезінде оған жар боламын. Аман есен сақтап құрметке бөлемін, ғұмырын ұзақ қылып риза етемін. Құтқаруымды оған сыйлап беремін. Забур жырлары 90.